Қазақстан Республикасының тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру аясында Қарабалық ауданы бойынша тілдерді оқыту орталығында нақты жұмыстар жүргізілуде. Бүгінгі таңда мемлекеттік және ағылшын тілдерін оқытумен 522 адам қамтылған. Қарабалық ауданының 8 ауылдық округінде мемлекеттік тілді оқыту курстары және 5 елді мекенінде ағылшын тілін оқыту топтары ұйымдастырылған. Ағымдағы жылдың 28 қыркүйегінде Қарабалық ауданы әкімдігінің тілдерді оқыту орталығы коммуналдық мемлекеттік мекемесі базасында Ересектерге тіл үйрету, әдіс, тәжірибе, инновация атты дөңгелек стол өтті. Аталған іс-шараға Қостанай облысы әкімдігінің тілдерді дамыту басқармасының бөлім басшысы Сүлейменова Бақытгүл Зарлыққызы, осы басқарманың бас маманы Серікбаев Мардан Мұратжанұлы, Тілдарын облыстық тілдерді оқыту орталығының басшысы Ербатырова Жұлдызай Қабдылмажитқызы және Қарабалық ауданының ауылдық округінде ұйымдастырылған оқыту курстарының мұғалімдері қатысты. Дөңгелек үстелдің басты мақсаты ересек адамдарға тілдерді меңгерудің жолдары мен әдіс тәсілдерін өзара тәжірибе алмасып, пікірлерін ортаға салу болды. Бұл орайда Өрнек ауылдық округінде ұйымдастырылған мемлекеттік тіл курсының мұғалімі Әсел Ахметқанқызы Мақсұт және Бөрлі ауылдық округіндегі ағылшын тілі курсының оқытушысы Жанар Асылбекқызы Ержанова өздерінің тәжірибелерімен бөлісіп, сабақта қолданылатын әдістерін көпшілік назарына ұсынды. Іс-шара барысында орталық басшысы Алтын Мұхаммедқалиқызы Қарабалық ауданы тілдерді оқыту орталығының тынысымен таныстырса, Тілдарын облыстық тілдерді оқыту орталығының басшысы Ербатырова Жұлдызай Қабдылмажитқызы облыстық тілдерді оқыту орталығының жұмысы жайлы баяндап берді. Ауылдық округтен ұйымдастырылған оқыту курсының мұғалімдері оқыту барысында кездесетін қиыншылықтардан шығу жолдарымен бөлісті. Дөңгелек үстелге қатысушылардың айтуынша, тәжірибе алмасу іс-шаралары мақсатымызға қол жеткізуге апаратын бірден бір жол болып табылады.